Сіздерге алдыңғы сабақта мен лекал дайындауды көрсетіп, моделировать еттім. Мына моделировать еткен лекалым дайын тұр. Біз енді мынандай матаны алып, мінекей, осы матаға қазір біз мына лекалды салып, сызып, пішіп аламыз бірінші. Мына жерін осы бүтін жақтан тұру керек. Міне енді осыны пішіп аламыз, бүйтіп, сызып. Мына жерді сәл түзулер жібереміз. Міне сызып алдым. Көрініп тұр деймін, простой немен сызып алдым. Қазір біз осыны қырқып аламыз. Сіздерге айттым, мына жағасы өздеріңіз қалай мойныңыз сияды, сонша кесе беруіңізге болады. Мына жақтарға ешқандай запас қоспаймыз. Біздер дайындаған лекалымызда запасымыз бар. Міне біз осылай пішіп алдық. Енді бізге пішілмеген мынау қалды. Мынаны былай қойып қояйын, міне қалай алынғанын көріп тұрасыздар. Енді осы жүрекшені біз осы жерден пішеміз. Бұл да екі бүктелінген мата. Осыны үстіне қоямыз. Мына жерден ешқандай запас алмаймыз, тура тұру керек. Енді осыны сызып аламыз, бүйтіп. Міне матаға салып пішіп алдық. Қазір көрсетсем, жүрекшеміз бұлай тұр. Әзір мен осының бәрін сіздерге матаның үстіне қойып көрсетемін. Міне көрсеңіз, осыны қазір біз бұлай тігіп шығамыз. Бұлақ шаншу арқылы. Мынау ұшқыр жерінен бастаймыз. Осы жерді біз насечка қойып аламыз пол сантиметрге. Міне, қалай мен кесіп алдым. Міне жерде көрініп тұр, міне. Көрсетіп тұрмын, осылай. Міне, осыны біз мына жерге қоямыз, міне. Тура бұрышына қойып, бұлаққымызды шаншып алып, осы жерден біз бастаймыз тігісті. Мінекей. Міне тура осы ине шаншыған жерімді міне көріп тұрсыз, я? Міне осы жерге инемізді сұғып аламыз. Сұғып алдым. Енді көреміз. Мінекей инемді сұғып алдық. Енді осы жерден бастап тігіп көреміз. Бір-екі шаншып алып,
бұл повороттардың бәрін жайлап тігіп шығамыз. Міне әрбір 2 сантиметрден поворот жасап отырмын. Мына жерде көрініп тұрған шығар. Мінекей соңына шейін тігіп шықтым. Енді келесі бетін бастаймыз. Бұлай қоямыз мына жерге туралап. Бұлаққымызды шаншып аламыз әзір осы жерге. Енді бұл жақтың бәріне жайлап бұлаққымызды шаншып аламыз. Міне шаншып алдық. Енді осы бастан бастап тік көреміз. Жасап аламыз. Астарын бәрі реттеп қойып алайық. Міне қойып алдық. Мыняға әдемі келіп тұр. Әзір тігіп шығамыз осылай. Мінекей мен мелмен белгілеген жерге келеміз. Kadar шығарып алайын. Міне осылай әдемі болып шықты. Қазір мен үтіктеп жіберемін. Міне біз үтіктеп алдық, енді осы жерді тігеміз. Оны тігу үшін осылай бүктеп. Міне бүктеп, осы жерді тігіп шығамыз мына жерге шейін.
міне көрсеңіз осылай әдемі болып шықты. Енді осыны манекенге кигізіп көрсетемін. Мінекей қыздар, мен сіздерге алдыңғы видеода пішуін көрсеттім. Лекалды қалай дайындау, қайтып моделер бітететін. Сол бір лекалманын біз моделер бітетіп, осындай матаға салып, пішіп тігуді көрсеттім. Осы біздің сабақтарымыз онлайн арқылы да үйретемін. Онлайн арқылы өте арзан, төмен бағамен, тура осы сіздерге көрсеткендей жеңіл түрінде үйренем десеңіздер, Инстаграмға тіркеліп, WhatsAppқа жазыңыздар, YouTube каналыма да тіркеліп, көріп отырыңыздар. Келесі видеода бұдан да керемет сәнді киімді көрсетемін. Мына жерге қыздар, мен әзір көк светтен қоя салдым жүрекшені. Бұл жерге қызыл светтен де қоюға болады. Или не жерге суреттерін жабыстырылған, или гүлдер салып қойсаңыздар, ол өзіңіздің сәндеуіңізге байланысты осындай кофталар, көйлектер тігулеріңізге болады. Мінекей, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.